Кеш жарық қымбатты бауырластар, сіздер бүгін сүйіспеншілік пен төзімділік арасындағы дұрыс үйлесімділік деген тақырыпта уағыз тыңдайсыздар. Қымбатты тыңдарман, менің жүрегімді алаңдататын тақырыпты сіздермен бөлісуге берілген осы мүмкіндікке мен өте қуаныштымын. Киелі жазбадағы екі шындық және олардың арасындағы өзара байланысты бүгін сіздердің назарыңызға ұсынғым келіп отыр. Бірінші шындық сүйіспеншілік, ал екіншісі төзімділік. Екі игілік те өзіміздің ақылымызбен дұрыс жасалған ісіміздің салдары емес. Жоқ, мүлде олай емес. Қайта олар біздің жүрегімізден шығады және біздің өмірімізді анықтайды. Сүйіспеншілікке толы жүрек айналасындағы басқа адамдардың жүрегінде де сүйіспеншілікті тұтандырады. Төзімділік тіпті қиын сәтте де дұрыс емес әрекет етуден сақтайды. Төзімділік бізді дұрыс жолда сақтайды. Осы игіліктердің біреуін, сүйіспеншілікті немесе төзімділікті жіберіп алсақ, онда біздің өміріміз бір жақты болып қалады. Міне, сондықтан тек осы екі қасиет, сүйіспеншілік пен төзімділік, үйлесімділікте болған кезде ғана біз Құдайға ұнайтындай өмір сүре аламыз. Сондықтан киелі жазба бізді еміз жан дүниелеріңді Құдайдың сүйіспеншілігіне бұрып, сендер мәсіхтің қайта оралуын сабырмен күтсін деп мінәжат етеміз деп шақырады. Киелі жазбадағы бұл сөздерді жақынырақ қарастырайық. Еміз жан дүниелеріңді Құдайдың сүйіспеншілігіне бұрып, сендер мәсіхтің қайта оралуын сабырмен күтсін. Бұл жерде аз ғана кідіруге тура келеді. Жаратушы адамды жаратты. Өйткені ол біздің бар болғанымызды қалады. Біз оның қалауымен жер бетінде өмір сүреміз. Ежелде жаратқан ие бізге аян беріп былай деген еді: саған деген сүйіспеншілігім мәңгілік, берік мейірімім мен сені өзіме баурап келемін. Ол бізді Құдайдың сүйіспеншілігімен сүйеді. Біздің қайсымыз сүюді қаламаймыз. Құдай сияқты мүлтіксіз және кемелді сүюді. Сонымен қатар біздің қайсымыз төзімділікте мәсіхке ұқсауды аңсамаймыз. Қымбатты тыңдарман, біздің мәтініміз сен өзіңнің ұмтылысыңмен ешқашан бұған жете алмайсың деп айтады. Жарайды, сенің өмір тәжірибең, өзіңнің басыңнан өткізген қиындықтарың сенің осыған бірнеше рет көзіңді жеткізген де шығар. Біз сіздермен бірге оқып шықтық. Еміз жан дүниелеріңді бұрып, өз мақсатымызға жету бұл маңызды бөлік. Сүйіспеншілік пен төзімділікте тек оның көмегімен өсе аламыз. Бұл тек егер иеміз бізді бағыттаса ғана мүмкін болады. Егер ол әрекет ететін болса, бірақ адамдар Иса Мәсіхті өзінің иесі ретінде қабылдамайды. Сондықтан бұл сөз өте сирек орындалады. Тек Мәсіхті өзінің құтқарушысы ретінде жақыннан танығандар үшін ғана ол иесі, жаратушысы болуы мүмкін. Көне өсиетте Иса Мәсіхтің жер бетіне келуіне аз уақыт қалған кезде, Құдай Ишая пайғамбар арқылы былай дейді: шынында Құдайдың қызметшісі біздің қасіретімізді өзіне алды, біздің ауруларымызды өз мойнымен көтерді. Оның ұрылып азап шегуін Құдай бұйырған жаза деп ойладық. Алайда Құдайдың қызметшісі біздің күнәларымыз үшін түйреліп, біздің әділетсіз істеріміз үшін құртылды. Оның тартқан жазасы бізге амандық пен тыныштық әкелді. Оның жараларының арқасында біз рухани дертімізден сауықтық. Барлығымыз адасқан қойлардай тентіреп өз бетімізбен жүрдік. Ал жаратқан ие бәріміздің күнәларымызды қызметшісінің мойнына артты. Сол сөз орындалды. Иса Мәсіхті айыпсыз өлімге кесті. Оны ұрып соқты және қорлады. Содан кейін жараланған, ұрып соғылған Исаны маңдай төбе деп аталатын жерге алып келіп, оны сол жерде айқыш ағашқа шегеледі. Бұл қорқынышты өлім бізден алыстап келмеске кетті. Алайда бұл құрбандықтың мәні мен мағынасы сол замандағыдай бүгінгі күнде де өзекті. Мәсіх біздің орнымызға құрбан болды. Біз жаңа адам болуымыз үшін күнәнің құлдығынан азат болып, өткен өмірдегі істеріміздегі ар-ұждан азабынан тазалануымыз үшін Мәсіх өзінің қанын төкті. Мәңгілік өлімнен азат болуымыз үшін құрбан болды. Елші Паул бұл туралы былай дейді: ата-бабаларыңнан жеткен пайдасыз өмір салтынан азат болуларың үшін не төленгенін білесіңдер. Күміс, алтын сияқты өткінші заттар емес,
Құдайдың мінсіз де мүлтіксіз тоқтысы, Мәсіхтің өзі құрбан болып, баға жетпес қанын төгуімен құтқарулыларыңның құнын төледі. Осы маңдай төбедегі біз үшін төленген құнды қабылдаған әрбір адамды, кімде-кім өзінің шын мәнінде Құдайдың қаһарына лайықты екенін жете түсінсе, және сеніммен осы кешірім сыйын қабылдаса, сол адам жаңа адам болады, кешірім алады, және мәңгілік Құдаймен қарым-қатынаста болуға мүмкіндік алады. Маңдай төбенің мағынасын жете түсінгендердің көпшілігі, және жүрегімен Мәсіхтің құтқарылуына сенген әрбір адам тағы да бір қадам алға жасайды. Олар өздерін, өзінің тәнін, өзінің қабілеті мен шеберлігін Құдайға арнайды және оған қызмет етуді бастайды. Ол сол адамдардың иесі болады. Олар өзінің иесіне сүйіспеншілігін және алғысын білдіргісі келгендіктен қызмет етеді. Сөйтіп олар Құдай пайдалана алатын адамдарға айналады. Осылайша олар Құдайдың сарқылмас батасының арнасымен бірікті. Осындай адамдардың өмірінде сүйіспеншілік пен төзімділік дамиды. Осы шындықтың маңыздылығын жете түсінген Паул бізге былай дейді: сонымен бауырластарым, бізге осындай мол мейірімін төккені үшін өздеріңді Құдай жолына арнауға шақырамын. Өмірлерің Құдайға ұнамды, толықтай бағышталған тірі құрбандықтай болсын. Оған лайықты рухани қызмет көрсетулерің осы болады. Иса сенің иең болып табылады ма? Сенің жүрегің тек сол үшін ғана соға ма? Сен оны шынымен сүйесің бе? Оның қолына толығымен беріл. Ол шынымен сенің иең болсын. Және біз Салоникалықтарға арналған хатта былай деп оқимыз: иеміз жан дүниелеріңді Құдайдың сүйіспеншілігіне бұрып, сендер Мәсіхтің қайта оралуын сабырмен күтсін деп мінәжат етеміз. Егер Иса сенің иең болса, онда ол мұны істей алады. Осы игіліктерге енді есік айқара ашық. Назар салыңызшы, әкенің бізге деген сүйіспеншілігі қандай зор. Ол қайтадан біздің жүрегімізге жалындаған от сияқты лауласын. Өйткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз рухани ұлын құрбандыққа берді. Қорлау мен өлім, оның сүйіспеншілігі құрбандыққа барды. Ол берді. Иә, Құдай өзінің ұлының бейнесінде күнәһар адамды құтқару үшін құрбан болды. Бұл нағыз сүйіспеншілік. Оның сүйіспеншілігі белгілі бір тұлғамен немесе тұрғылықты жермен шектелмеген. Ол сені көзің әдемі болғандықтан сүймейді. Жоқ, мүлде олай емес. Оның сүйіспеншілігі барлығын қамтиды. Ол бүкіл әлемге тарайды. Және бұл нағыз қарым-қатынас болып саналады. Иә, иеміздің сүйіспеншілігі қажымайды. Ежелде жаратқан ие бізге аян беріп былай деген еді: саған деген сүйіспеншілігі мәңгілік, берік мейіріміммен сені өзіме баурап келемін. Иеремия пайғамбардың кітабында 31 тарау 3 аятта осылай деп жазылған: сүйіспеншілік ұйқыдан оятатын сағаттағы серіппе қозғаушы күш сияқты. Ол бүкіл құрылымды қозғалысқа келтіреді. Құдайдың сүйіспеншілігі де дәл осындай. Және егер сен оған ұнамды өмір сүргің келсе, егер сенің қызметің табысты болғанын қаласаң, онда адамдарды сүйуді бастауың керек, бауырым. Тек сүйіспеншілікпен ғана сен жүректерді баурай аласың. Сүйіспеншілікке толы жүректен шыққан сөздер ғана жүрекке жетіп барады. Мен адамдардың түрлі тілдерінде және періштелердің тілдерінде жатықта мүдірмей сөйлей білсем де, бірақ егер сүйіспеншілігім болмаса, сөздерім сыңғырлаған қоңырауға, әрі шылдырлаған асатаяққа ұқсап мәнсіз болып қала береді. Мен Құдайдың хабарларын жеткізсем, күллі құпия сырларды білсем, әртүрлі білімді иемденсем, тау қозғайтындай сенімге кенелсем, бірақ егер сүйіспеншілігім болмаса, түкке де тұрмаймын мен онда. Егер үлестірсем бар байлығымды бейшара жарлы жақыбайларға, тіпті құрбан қылсам да жанымды, тәнімді қисам отқа жағуға, бірақ егер сүйіспеншілігім болмаса, маған келер пайда жоқ бұдан да. Сондықтан, иеміз жан дүниелеріңді Құдайдың сүйіспеншілігіне бұрып, сендер Мәсіхтің қайта оралуын сабырмен күтсін деп мінәжат етеміз. Одан әрі қарай киелі жазба өте көп төзімділікке көңіл бөледі. Егер сүйіспеншіліксіз біздің қызметіміз нөлге тең болса, онда төзімділіксіз біз өмірдің тар жолында алға қарай жылжуға да дәрменсіз боламыз.
Құдайдың еркін орындап, оның уәде еткенін иемдену үшін төзімді болуларын қажет деп оқимыз. Сондықтан біз төзімділікке үйренуіміз үшін біз қайғы қасірет, қиыншылықтар мен қайғыруға мұқтажбыз. Осындай жағдайларда бізде осы қасиет қалыптасады. Иә, тіпті азап шегіп жүрсек те шаттана аламыз. Себебі азаптың бізге шыдамды болуды үйренуге көмектесетінін білеміз. Басқа жол жоқ. Және бұл жерде Иса Мәсіх бізге үлгі бола алады. Ол төзімділіктің бейнесі. Оның бойында ол өз кемеліне жетті. Ол ақырдан бастап айқышқа дейін азап шекті. Оны ең жақын адамдары түсінбеді. Анасы мен бауырлары да оны түсінбеді. Оны шәкірттері де тастап кетті. 12 шәкіртінің біреуі сүйіспеншіліктің белгісі саналатын бетінен сүю арқылы оған опасыздық жасады. Ол төзімділікпен бүкіл адамзаттың күнәсінің ауыртпалығын өзі көтеріп, маңдай төбеде құрбан болды. Қымбатты тыңдарман, егер сен шаршасаң, төзімділігің таусылса, онда Мәсіхке назарыңды аудар. Оның өмірін есіңе ал, сөйтіп алға қарай адымда. Табанды болыңдар, сонда шынайы өмірге жетесіңдер деп айтады бізге Иса. Ол мұның не екенін жақсы біледі. Қымбатты тыңдарман, менің саған сұрағым бар. Иса сенің иең болып санала ма? Кім оны зұлымдықтан құтқаратын құтқарушы деп қабылдаса, онда ол сон адамның иесі болады. Бірақ бұл үшін толығымен оның билігіне берілу керек. Сонда Иса біздің иеміз, бізді сүюге және төзімділікке үйрете алады. Сүйіспеншіліксіз төзімділік жүректің қасарысуына әкеледі. Ал тәртіпсіз сүйіспеншілік емес, елгезектік болып табылады. Алайда Құдайдың сүйіспеншілігі мен Мәсіхтің төзімділігі бірігіп, сені Құдайға ұнамды, жемісті және табысты адам етеді. Қымбатты тыңдарман, біз осымен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Егер сіз бүгінгі бағдарламадан өзіңіз үшін пайдалы мағлұмат алған болсаңыз, немесе сізде қандай да сұрақтар туындаған болса, егер сіз өмірдің қайнар көзі болған киелі жазба кітабына ие болуды қаласаңыз, бізге хат жазып жіберіңіз. Сіз Орта Азияда тұратын болсаңыз, біз сізге хабарларымыз жазылған аудио таспа немесе киелі жазба кітабын сыйлық ретінде салып жібереміз. Біздің электрондық поштамызға хабарласуыңызға болады. Біздің электрондық адресіміз mostik7@inbox.ru. Сонымен бірге +7 707 385 83 93 нөміріне хабарлама жіберуіңізге де болады. Сізге осы нөмірде WhatsApp, Viber, Telegram жүйелері іске қосылғанын хабарлаймыз. Мен қайталаймын. +7 707 385 83 93. Сізден келген әрбір хат немесе хабарлама үшін біз өте қуанышты боламыз. Жаратқан ие сізді және жақындарыңызды қорғап, аман сақтасын.
бақыт